Сәлем достар, бүгін сіздермен жеңіл әзірленетін, ерекше дәммен жақындарыңыздың көңілінен шығатын, өте дәмді сүзбелі чизкейк немесе ірімшіктен чизкейк жасалу жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, және толық ингредиенттер тізімін осы видеоның астында да көре аласыздар. Шұңғыл ыдысқа 250 грамм ұн мен 1 шай қасық қопсытқышты салып біріктіреміз. Үстінен салқын тоңазытқыштан шыққан 120 грамм сары майымызды қосып араластырамыз. Достар, видеома лайк басып, каналға тіркеліп, келесі видео рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бөлек ыдыста 1 жұмыртқа, 40 грамм қант және шым тұзды қосып араластырамыз. Қамырымыздың үстінен құйып, жақсылап араластырып біріктіріп алуымыз қажет. Міне біздің үгілмелі негізіміз, яғни рассыпчатая основамыз дайын болды. Пісіруге арналған формаға пергамент қағазын төсеп аламын. Менде форманың диаметрі 21 см. Қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Шамамен 70% астына, қалған бөлігі шетіне қалу қажет. Осылайша видеодағыдай табамыздың пішіні бойынша қамырды астына және жан жағына біркелкі етіп жайып, тегістеп шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. 130 грамм қантқа 1 шай қасық ваниль қантын, үстінен 2 жұмыртқаны қосып, әппақ үлпілдек болғанша миксерлеп аламыз. Үстінен 100 грамм қаймақ және 400 грамм ірімшігімізді салып, жақсылап блендермен езіп алуымыз қажет. Қолмен бірнеше рет араластырып аламыз. Міне біздің сүзбелі біркелкі массамыз дайын болды. Қамырдың үстіне массамызды құямыз. Массамыз біркелкі болу үшін бірнеше рет айналдырып аламыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутқа жібереміз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан қарап тұрыңыздар. Сүзбелі чизкейк толық суығаннан кейін формасын шешу жеңіл болады. Міне біздің ерекше ірімшіктен жасалған чизкейкіміз дайын болды. Міндетті түрде әзірлеп көруге кеңес беремін. Достар, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.